2020 жылдың мамыр айында ақш үкіметі маңызды келісімге қол қойды. Келісім бойынша ақш үкіметі 1,2 миллиард долларды британдық фармацевтикалық AstraZeneca компаниясына COVID-19 вакцинасын зерттеу мен жасауды жеделдетуге бөлді. Ал компания өз кезегінде, егер вакцина қауіпсіз әрі тиімді болып жатса, ақшқа вакцинаның 300 миллион дозасын беруге уәде етті. Сол айдың басында Ұлыбритания үкіметі де осы компаниямен 90 миллион дозаны жеткізу туралы келісімге қол қойған еді. Мемлекет пен өндіруші компания тікелей келісім жасайтын болса, ол екі жақты келісім деп аталады. 2020 жылы бай елдер фармацевтикалық компаниялармен осындай екі жақты келісімге көп отырды. Бұл миллиардтаған қаражат рекордтық қысқа мерзімде ковидке қарсы әлемдегі кеңінен таралған вакциналарды зерттеу мен жасауға көмектесті. Бірақ бұл ақша жасалған вакциналардың қайда жіберілетінін де анықтап қойған еді. 2021 жылдың қаңтарына қарай Pfizer Biotech компаниясының жыл соңына дейін шығаруға жоспарланған вакцина дозаларының 96% сатып алынып қойылды. Ал Moderna компаниясының 100% сатылып қойған болатын. Әлем халқының 16%-ын құрайтын елдер вакциналардың ең тиімділігі жоғары өндіруші компаниялардың шығарған дозасының жартысынан көбін сатып алды. Яғни, бай елдерде вакцина қолжетімді болып, ал кедей ел тұрғындарында мұндай мүмкіндік болмады деген сөз. Мысалы, Бразилия мен Үндістанда денсаулық сақтау жүйелері науқастарға толып жатқанда, ақшта кез келген адам вакцинаны әп-сәтте алуға мүмкіндігі болды. Бұл пандемияның ұзаққа созылуына себепкер болуда. Нәтижесінде бұл жағдай инфекциялардың өршуіне және жаңа штамдардың пайда болуына жағдай жасап, ақыр соңында адам шығынын да көбейтуде. Вакциналарды жасауға көмектескен келісімдер ендігі кезекте оның бүкіл әлемге таратылуын қиындатып отыр. Енді не болмақ? Қазір COVID-19 вакцинасына қатысты бұрын-соңды болмаған теңсіздік орын алуда. 2009 жылы Дүниежүзілік денсаулық сақтау ұйымы шошқа тұмауын пандемия деп жариялады. Біз бәріміз біргеміз. Сол кезде әлемдегі табысы ең жоғары 9 ел вакцина бойынша өз қажеттіліктерін қанағаттандырған соң, Дүниежүзілік денсаулық сақтау ұйымына табысы төмен елдер үшін 120 миллион вакцина дозасын беруге уәде берді. Алайда, бұл уәделерін тек індеттің бастапқыда ойлағандай қауіпті емес екені анықталғаннан кейін орындай бастады. Көптеген жылдар бойы біз жаңа технологияның бай елдерде қалай енгізіліп жатқанын көріп келеміз. Дегенмен, ол технологияларды кедей елдерде енгізу үшін ондаған жылдар қажет. Мәселе вакцина нарығынан басталады. Вакцинаны өндіруден бастап әзірлеу және тарату көп сатылы күрделі кезеңдерден тұрады. Вакцина өндірушілер және оны жеткізушілермен екі жақты келісімдер жасау арқылы бай елдер вакцина жасалу кезінде кезекке тұрып қойған. Бірақ кез келген вакцина тиімді болатынына және оның нарыққа шығу үшін реттеуші ұйымдардың сынағынан өтетініне ешқандай кепілдік болған жоқ. Егер шығарылған вакцина қыруар қаржы құйылған соңда вирусқа қарсы тиімді күресе алмаса, миллиардтаған инвестициялар босқа кетеді. Сондықтан, мұндай қауіптің алдын алу үшін бай елдер өз халық санынан бірнеше есе көп вакцина дозасын алу үшін олар бірнеше вакцина өндірушілер мен әртүрлі жеткізушілерге инвестициялар жасады. Мысалы, 2021 жылдың наурыз айындағы деректер бойынша Канада 300 миллион вакцина дозасын алған. Бұл көрсеткіш оның халық санынан 5 есе көп. Өз кезегінде ақш-та қалыс қалмады. Олар өз халқынан 2 есе көп вакцина дозасын алуға келісім шарттар жасасып қойған. Бұл стратегия олар үшін тиімді болды, өйткені олар сәуір айындағы мәлімет бойынша 2020 жылдың өзінде ақ елде қолдануға рұқсат етілмеген AstraZeneca-ның 300 миллион дозасына тапсырыс беріп қойған. Сонымен қатар, ақш үкіметінің алдын ала сатып алған Pfizer және Moderna дозаларының өзі ғана халықтың басым бөлігін қамтамасыз етуге жеткілікті. Әлемдегі көптеген елдер осы бай елдер сияқты вакцина алу үшін бірнеше қаупі басым инвестициялар жасауға шамасы келмейді. Сондықтан олар вакцинаның сынақтан өтіп, халықаралық бекітілу процесі аяқталғанша күтуге мәжбүр. Ал оған дейін бай елдер ұзын сонар кезекке тұрып қойғандықтан, кедей елдер кезектің соңында тұрады. Мәселен, Перу британдық AstraZeneca компаниясымен екі жақты келісімшартқа отырғанына қарамастан,
ұзын кезек әсерінен вакцина дозаларын кем дегенде қыркүйек айына дейін күтуге мәжбүр. Кезектің басында ең бірінші келісім жасағандар, ең көп дозаға тапсырыс бергендер немесе зерттеу мен өндіру процесіне үлкен қаражат салған тараптар орналасқан. Міне осы себепті ақш вакцинаның кем дегенде 240 миллион дозасын алып үлгерді. Ал әлемнің көптеген кедей елдерінің алған вакцина дозаларын қоса есептесек, оның саны 240 миллионға да жетпейді. Сонымен, кезекке тұрмай-ақ көп ақша табу мүмкін бе? Осы тұрғыда іске асырылып жатқан бағдарламалардың бірі мемлекеттер мен фармацевтикалық компаниялар арасында делдал ретінде жұмыс істеуге арналған COVAX жобасы. Бұл денсаулық сақтауға бағытталған 3 әлемдік ұйымның, соның ішінде дүниежүзілік денсаулық сақтау ұйымы ұсынған бастама. Және оның басты мақсаты вакцина жасаушы компаниялармен келісім шарт жасай алмайтын орташа және төмен кірісі бар 92 елді вакцинамен қамтамасыз ету. COVAX бұл вакциналар әлеміндегі климатты қорғауға арналған Париж келісімі секілді. Сондықтан бұл 200-ге жуық ел атсалысып жатқан көпжақты жоба. Оның басты мақсаты жалпы ішкі өнім деңгейіне қарамастан барлық елде вакцинаның бәріне бірдей қолжетімді болуы. Ол 2 бөлімнен тұратын жүйенің көмегімен іске асады. Бірінші бөлім табысы жоғары елдерге бірден бірнеше вакцина түрін сатып алуға мүмкіндік береді. Яғни, белгілі бір мемлекет 2 миллиард долларды AstraZeneca компаниясына тікелей берудің орнына, олар бірнеше вакцина түрлерін қаржыландыру үшін COVAX-қа ақша береді. Осылайша, егер вакцинаның біреуі сынама сынақтарынан өте алмай қалса, ақша немесе уақыт шығын болмайды. Себебі оның орнына қаржыландырылған басқа вакцина түрлерін пайдалануға болады. Бұл көпжақты жүйе. Сондықтан мемлекеттер үшін 2 жақты жүйеге қарағанда әлдеқайда қауіпсіз. Яғни, COVAX кең көлемде сатып алу қабілеті арқылы өндіруші компаниялармен жаһандық деңгейде келісім жасауға көмектеседі және шығындарды азайтып, вакциналардың дамуын қаржыландырады. Ал екінші бөлімде табысы төмен елдерге вакциналар сатып әперіледі. Ол бай елдер мен қайырымдылық ұйымдарының көмегімен қаржыландырылады. Мысалы, тек ақш бұл қорға 4 миллиард доллар салуға уәде берді. Сонында вакциналар қолжетімді болған кезде COVAX оларды барлық елдерге бірдей таратады. Сондықтан вакцина бай және кедей елдерге салыстырмалы түрде әділ үлестіріледі. Бұл жоба әзірге тек идея жүзінде таралуда. COVAX-тың ең үлкен мәселесі жоғарыда атап өткен 2 жақты келісім шарттар. Сол себепті COVAX дұрыс жұмыс істеуі үшін көптеген елдер оның көп жақты жүйесін қолдануы керек. Бірақ COVAX пандемия басталғаннан 1 ай өткен соң көптеген елдер 2 жақты келісім шарттарға қаражат салған кезде пайда болды. Осылайша, бай елдер COVAX-қа қосылуына ынталы болмауы мүмкін. Бірақ оларсыз COVAX-тың қаржыландырылуы жеткіліксіз деңгейде болуы мүмкін. Міне осылайша, бұл бай елдерге 2 жолмен де пайда табуға мүмкіндік берді. Бай елдер COVAX-қа да қосыла алды және тезірек вакцина алуға мүмкіндік беретін компаниялармен 2 жақты келісімдер де жасай алды. Олар көбінесе COVAX-тың шарттарын бұзды, өйткені олар өздерінің пайдасын осы ұжымдық келісім арқылы вакцинаға қол жеткізетін кедей елдерден жоғары қойды. Мысалы, ақш COVAX жобасына көп ақша салса да, сонымен бірге 2 жақты келісімдер арқылы уәде етілген өзіне тиесілі дозаларын күтіп отыр және оны алғаш алатындардың алдыңғы қатарында орналасқан. Сонымен қатар, ақш пен Ұлыбритания COVAX-қа артық дозаларды беруге уәде берді. Бірақ әзірге ешқандай мемлекет өз вакцинасымен бөліскен жоқ. ақш сияқты бай елдер вакцинаны бүкіл әлем елдеріне ұжымдық келісім арқылы таратудың орнына кімнің, қашан және не алатындығын өздері шешетіндігін көрсетті. Мамандар COVAX-тың 2021 жылдың соңына дейін 2 миллиард вакцина дозасын 92 табысы төмен елдерге жеткіземіз деген мәлімдемесіне күмәнмен қарап отыр. Сәуір айындағы дерек бойынша олар уәде етілген вакцина мөлшерінің тек жартысын ғана орындап 95 миллион дозаны жеткізді. Осылайша, вакцина дозасы көптеген кірісі төмен елдерге жетті. Бірақ бұл вакцина тіпті сол елдердегі барлық медицина қызметкерлерін немесе басқа да маңызды қызметкерлерді қамту үшін де жеткілікті емес. Сонымен қатар, сәуір айындағы дерек бойынша ақшта 200 миллионнан астам дозаны адамдарға салып үлгерген.
Жалпы ковакстың негізгі мақсатын орындау өте қиын жұмыс. Жоба өзінің алғашқы мақсаттарына жетпеуі мүмкін, бірақ олар вакцинаны ешқашанда ала алмау қаупі бар елдерге оны жеткізе алады. Вакциналарға қатысты теңсіздік тек екі жақты келісім шарттардан гөрі ауқымды мәселе. Бұл процестің әр кезеңінде шектеулі өндіріс көлемінен бастап суық тізбекті тарату, тіпті вакциналардың зияткерлік меншігі туралы пікірталасқа дейін айқын көрінді. Біз өмір сүретін жүйе бұл мінсіз жұмыс істейтін машина емес. Егер біз болашақтағы мәселелерге жақсылап дайындалғымыз келсе, атқаратын істер көп. Пандемияға дайын болу туралы біз білетін нәрселердің бірі, пандемия өтіп кеткен соң оны жасай алмайсыз. Алайда біз оны істеуімізді әлі де жалғастырудамыз.